Пәленжіға тұрмысқа шықты, осыншы бала шағасы бар, құда жігжаты бар екен деген әңгіме айтады. Серама жүрекке жақын нәрсе, класс дос, класс емес, класс дос. Бұл деген көп затты білдіреді. Оны осындай класстастарымыздың бірігіп өсті жерде отырғанымызға ота бір Алланың бір берген сыйы шығар. Мынау ұйымдастырғандарға да көп рахмет. Кезінде біз мектепте оқып жүрген кезде, ол Сағдат апай алғашқы келген кезде Талшықтай бір алған жас оқып мұғалім. Бір-екі шағын болды, интервью ән болды деп кезінде ансамбльда құрып, қаншаның басын қарастырып, бұл кісілердің жүрген жүрісін шіркін ағай, бізде осындай студент болады екенбіз, шіркін ағай, осындай оқу бітіреді екенбіз деп армандайтынбыз кезінде. Өзім де әуестіретінмін. Көп нәрсе сіздерде Сағдат апай, бұлайша адамгершілік жағынан біздерде қалай десек екен, ой, анандай мүмкін емес, мынау ұят болады, мынау емес, еркін сөйлей алмайсың. Кейбір сіздердің сөйлеген сөздеріңіз қарап шіркін, бұндай дәрежеге жетеміз бе екен деп ойлаған күндеріміз де болды. Міне, Аллаға шүкір, одан да өттік. Міне сіздердің осы тәрбиелеріңіздің арқасында, бар класстастардың арқасында міне бүгін бас қосып отырмыз. Бәріңізге рахмет. Бәріңізге семьяларыңызға бақыт тілеймін. Біреуіңіз құда, біреуіңіз құдағи, құда жігжат, немере шөберелеріңіз, немерелеріңіз бар шығар уже. Мен де әже болдым ғой. Онда бір ғанибет. Бәріңіздің отандарыңызға, отбасыларыңызға, балашақтарыңызға бәріңізге бақыт тілеймін, денсаулық тілеймін. Бәріңізге осылай араласып, шіркін жас кездегі достарым деп осындай көп немен кездесіп тұрғанда не дейді? Өзім әкемше айтатын едім, ой шіркін, қартайғанда жастығын еске аласың, жастығында достарыңыз дейсің деп. Расында достарды басқаларға қарағанда жақындау, жүрекке жақындау алады екенсің. Осы отырғанымызға бәріңізге қуаныштымын, бәріңізге бақыт тілеймін. Әрқашанда осындай бола берейік. Айырылмайық. Міне кезінде шіркін өмір тұратын заман, как біз тіріміз, өміріміз тіреліп тұрғандай көрінетінбіз. Бере келе естің келе Сейсенбай Мерауытың қаза болғанын жақында білдік. Оның жұбайын қаза болғанын жақында білдік. Біздің де қадір қылып, біз Пушкин генералымыз онда қаза болды, онда иманды болсын. Достар деп айтайын, осындай келеңсіз жағдай. Енді Алла Тағаланың берген заты ғой олар, оденің аттану деген. Сол сияқты мүмкіншілік болғанша барынша араласып, барыс келіс қылып, жиналып, шіркін достықтар, жастықтар еске алып жүре берейік. Бәріңіз бақытты болыңыздар. Көп сөйлеп жүрсек, күніңіздер бақытты болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Не дейміз, бүгінгі жиналып отырғанымыздың себебі осы класстастардың арқасында отыр екенбіз. Сағдат апай, қадамыңызға гүл бітсін, бақытты болыңыз, отбасыңызға денсаулық тілеймін. Осы класстастардың өсіп ұйымдастырып отырғанына көптен көп рахмет. Өзім де ойлаған едім, осы Зағип Тоқтар Әлихан үшеуі екен деп, Әлиядан естідім. Және бақытты болыңыздар, бақыттарыңыз әрдайым кездесе берейік. Бұдан да үлкен кең дастархан үстінде кездесе берейік. Бақытты болыңыздар, бақыттарыңыз. Отбасыларына денсаулық тілеймін. Құрметті құрдастар, 31 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын. Мен бүгін бір түрді бесеуін тарайын, қалғандарын күн көріп тұрмын. Танымаған кейін маған бір араласамай жатырмын да, қыз тыңдамай тұрған сияқты. Дұрысы да енді. Не дейміз мынау тойларың құтты болсын, бірінші байлық денсаулықтарыңыз мықты болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болып, қайғашам мына отбасыларыңызға амандық тілеймін. Мына өсіріп отқан ұл-қыздарыңыздың қызығын көріп, шаршамай жүре беріңіздер. Не дейміз, мынау 35 жылдық дейді, 40 жылдық кездесулер жалғаса берсін, танысып, араласа берейік. Бақытты болыңыздар. Рахмет, айтқандарыңыз келсін. Бір ауызғы. Класстастар, сіздерге айтатын достар әнін орындасақ, жалпы түгел білмеймін. Бәріміз бірге. Достар, жүрсін қайда, бірге ғой жанымыз, еске алысып осы
sumaydı sönbeydi ay. Berekeli rahmet. Bana boy kızbay deydi Қазақта. Kızbay жатырмыз айтыңдар деп қоясыз, қалай айтады? İşte жүзі жоқ, қызым жоқ қой. Түртпей жатыр ғой, түртсе сәл айтар ек. Сонда рахмет сізге, рахмет мінекей. Бастамасын дұрыс көрсеттіңіз. Әр шыққан қонақтарымыз, достарымыз осылай тілегінен соң жай кетіп қалмай, бір өнерін көрсетіп кетсе, бүгін кешіміз керемет есте қалады. Сондықтан енді бірінші келе салып сіздердің жағадан алмайды, бір жақсап бір әр тілекке шыққан қонақтарымыз бір-бір естелікке суретке түсіп қойып, мінекей. Ай, бәрекелді. Енді біз оңтүстік халқы білесіздер, өнерге бай өлкеміз. Мынау Шәмші ағамыздың әнсіз той өтпеген ғой. Сондықтан Шәмші ағамыздың әндерінен де бір керемет әндерін сыр сұлуын орындап бергелі отырмын. Шәмші дейін, Шәмшінің жасылап бір әншіге дәліне салшы дейін. Өміріміз баянды болу үшін талант керек бізге де Шәмші дейін дейін. Фольклорын сүйбілдеумен сыр сұлу қабыл. Жайраған жазларым едім, есімде қайран сарсуым. Таңертең сонда баратын едім, қолыңа қонбай берсін. Аңсап жазыр бір ән тербеп жүрегім, өзіңнен туған айналсам. Жайқалған аққышым, жаралған шаттығышым, қайран сонсың сұлу қайдасың. Тұрғандай қарап тұрмыз сарға, бір сұлу әсем жан сарым. Сәуле ойнап жатқандай суға, көзіңнен ерке жарқырап. Аңсап сазыр бір ән тербеп жүрегім, өзіңнен туған айналсам. Жайқалған аққышым, жаралған шаттығышым, қайран солсар сұлу қайдасың. Қайдама солғыз жайраңдап сырдан, толқынды шашылдың қанын. Алаңа қарап жағада тұрған күріштің асырға. Аңсап сазыр бір ән тербеп жүрегім, өзіңнен туған айналсам. Жайқалған аққышым, жаралған шаттығышым, қайран солсар сұлу қайдасың. Аңсап сазыр бір ән тербеп жүрегім, өзіңнен туған айналсам. Жайқалған аққышым, жаралған шаттығышым, қайран солсар сұлу қайдасың. Ол құрметті құда қаласа ойындарымыз бар, ән биіміз бар, кереметте жүріп жатып тілегіміз бар деп.
Сондықтан құрметті қонақтар, енді бүгінгі қазір осы бір тілектен соң бір ойынды, осы отырып ойнайтын ойынды, сондықтан жайлап көтеріле береді. Соны бір ұйымдастырмасақ, енді бірінші стол деп осы апайымыз отырған столды тағайындайды, екінші стол сіздердікі, үшінші стол осы қанатта деп есептейді. Әр столға ойналатын ойын. Сондықтан бірінші стол. Қазір бір әннің бір куплет, бір қайырмасы орындалады. Бірге айтамыз, одан кейін музыка тоқтайды, ары қарай жалғастырамыз. Сіздер білетін ән енді, өздеріңіздің жас шақта сол әнмен тербиеліп өскен әндеріңіз. Сондықтан естеріңізде болып отырсын, бірінші столға арш жағасында, екінші столға куә бол, білесіздер бе? Үшінші столға армандастар, соңында Атамекен әнін орнымыздан тұрып бірге айтамыз. Сондықтан бірінші столға кәдімгі Арсұлтан, арш жағасында. Екі стол бірінші отырамыз, тек бірінші стол. Ал екінші стол. Екінші стол куә бол. Ал енді мұна соңғы түйенің жауыр дейді, сіздерге бауыр емес, өйткені екі столдың әнін тыңдап алдыңыздар. Ол бірге айтпасыздар, бұл сіздермен армандастар, құрдастар. Кәдімгі кеттік. Бәрекелді, бәріміз біргеміз. Ендеше Атамекенді елді бірге ескалайық. Елімізді, бірге жұртымызды Атамекен әнін бірге шырқайық кәдімгі. Şahsızlar
o videoga түсіп жатқан кезде тоқтайсың дедім. Бәрекелді. Осы әннің құрметіне бір тос көтерейік. Енді біз жарыспаймыз. Бірақ сіздердей осыға керемет бас қосылып отырған соң, иә, бірге болайық деген сөз ғой. Сондықтан кәдеге бірге болайық, бірге тос көтеріп, бірге көңіл көтергізді. Қосылып, би болсақ, биге қосылып, бүгінгі кешке бір жақсылап атсалысайық. Сіздерден бір өтініш сондай. Ендеше құрметті қонақтар, келесі тілекке Сейдахмет ағамызды мінеке Әнипа жеңге жүгімен келсе, және де өздеріңіздің мінеке достарыңыз, құрбыларыңыз, класстастарыңыз, мінеке класстас дос деді ғой жаңа бір әпкеміз. Сондай осыда мінеке осы кештің мен жаңылмасам, осы кешіміздің бас қосуына ұйытқы болған. Мына жақсының жақсының ұнайтын ұрытасын дейді. Мына жақсы кешке шақырса күліп ойнап барғансың ба? Сол кешінде от болып лаулап жанғансың ба? Осы кештің мінеке бас қосуымыздың себебіне ат салысқан осында мінеке Зағирадай әпкеміздің арқасында десек артық айтпаймыз. Сол Зағира әпкемізді Сәкен ағамызбен жолдасымен шақырсақ, және Қыздаргүл әпкемізді ортаға бірге шақырсақ. Осы кісілерден бір арнайы тілек болсын. Келіңіздер. Сейдахмет аға, кәнігі, Әнипа жеңге, Сәкен әпке. Осы күн кеші қалмаған жан достар үшін. Рахмет Нұрсұлтан. Мінеке ағаларымды, мінеке достар, әлмен бір керемет көрден төрге шығарып алдық. Сейдахмет аға өзіңіз ғой? Бәрекелді. Әнипа әпке өзіңіз ба? Ол кісі қайда? Ол кісі қайда? По делам, да? По делам. Бәрекелді. Сіз Зағира әпке? Сәкен ағам қайда? Ол кісі по делам ба? Бәрекелді. Қыздаргүл әпке өзіңіз? Бәрекелді. Ал ендеше тілекті, алғашқы тілекті мінеке Сейдахмет аға, ер азаматсыз өзіңізден бастайық. Мына жасай бер, Сейдахмет аға жарайсың, күлімде, мына бізге қарайсың. Сізден шыққан асыл сөз осындағы барша достарыңызға болсын, талайсын дейміз. Мінеке. Мынау жақсылар бірін-бірін тұстай мекен, тұсқа да қанат бізсе ұшпай мекен. Сейдахмет ағама қарай-қарай таңғаламын. Кішатасы Қажымақан бабамызға тур ұқсайды екен деп қойылады. Рахмет Камада. Класстастар, өз әңгімеге жоқ болмаса, Ділер болмаса сөйлемеймін, Сәбитпен Ділер болмаса сөйлемеймін. Сауат абай, өзіңізді жаңа көрмегеніне точно 35 жыл болды. Есіңізде болса, келдіңіз 9-шы классымызда. Интеграл дейтін ансамбль құрдыңыз, мен бас гитарада ойнадым. Анау өтіргіні айтып келдім ба сізге, бір-екі ән болды интегральный, бір-екі сан болды интегральный ән болды деп. Әнім әңгіме жараса, әндер дамытамыз деді. Мына жаңа басқа бір өлең еді ол, просто тоқылай салды. Айтайын деген, енді адам өзі толқып қалдың, бір-екі шұқыда алып өтіп қойдым. Сонда да тос сөйлеймін, әңгімеге жоқпын. Мектепте көп сөйлейтінім, енді әңгіме жоқ. Сондай бір жағдай бар. Айтайын деген, өз басым қуанып кішкене толқып отырмын ба. Осы класстастар көргеніме өте қуаныштымын. Әрқайсының жаңа жүрсінді айтып кетті ғой, бәрі әйтеуір немерелі не болып жатырмыз деп. Бәрінің қуаныштарына серікпіз. Не дейді? Кештен кеш жас дейді ма? Сол сияқты жаңа енді тойларымыз өтіп кетті, енді сіздер шақырмақ қыздар тобын. Кешірім өтінемін өз басым. Құдай бұйыртса жаңағы 35 құдай жарайым дегенде басын қосқан жігіттер жаңағы Әлихан, мына Тоқтаргүл, Зағира, Азық дейтін біздің азамат отыр. Сашка, бүйтіп көзеймін. Осыларға рахмет әйтеуір осы жалпы ұйымдасы өте қиын болып кетті ғой. Қайбір жылдарда әйтеуір осыны ұйымдастырамыз деп басын бастап ақырын тастап қоя берді. Ол кезде әйтеуір Әлихан әйтеуір өзі бас болып кішкене не алды да сосын тастап қойды. Енді әйтеуір Құдай бұйыртып осы 35 жылдығымызға бұйыртты ғой. Адамның бәрі 25-24 майда істейтін еді, біз алпыс айды істеп жатырмыз.
Бұның өзі де қайын өзгеше де. Басқалар ұқсамаймыз біз. Өзі басқашамыз, өзіміз. Алты сөзде. Өзгеше, елге ұқсамаймыз. Ол да дұрыс шығар. Бәріңе денсаулық, амандық, саулық, саламаттық болсын. Жаңа бізде өкпелемен кіреді, шындық жұмыс бабымен кісілеріміз. Сондай жаңағы тағына кластаса күліп алып, екеу келесіп алған ба деп ойлаймын. Шын айтты да, ондай емес тағы. Екеу келіп әдеге тоқтып екеу ондай енді былай, мынау Ералы досымыздың жолдасы болады. Өмірден өзі, өздеріңіз білесіздер, хабарларыңыз бар. Кадр клуб Ералы. Біздің өмірден осыған достарымыздан Сейсенбай Ералы, кадр клуб Ералы, Игөл Ералы. Мынау кадр клуб Ералының жолдасы, достымыз, есімі Әлия. Қазір күнде қыздарын жұмысқа беріп. Кешесің Әлия деп болады. Себебі Әлияның үйіне көп қаптамыз. Кешім өтті. Қыздар күн. Өзі қыздарын тұрмысқа беріп, қазір келіні бар, келін алды. Оның өзі бір бақыт, Ералы досымыз ауына басқан шығар, торбағында кішкене әйтеуір қуанышына серік қысқашында. Жоқ, Сейсенбай